Балдар бор бітіп қапты, бор әкпеңдерші. Темекі де бітіп қапты, темекіні де әкпелесіңдер. Бор әкпесеңдерші. Мектептегі Мәнсе апай. Болды, 9-шы сынып дым білмейсіңдер, тупойсыңдар. Мына сұраққа жауап беріңдерші кәні. Қазақ хандығын кім құрған ең бірінші? Керей мен Жәнібек. Керей мен Жәнібек? Дұрыс екен. Скаморчи шоусыз ба? Я сол, газет сатып алдық қой соғырлым. Тупой екенсіз ғой, тупой. Екі саған ишак. Балалар тезде сабақтан дайындар. Апай, влажнеңіз түсіп қалды. Тупой, влажный емес бұл. Сен тұрш сабақ айтшы бұл. Апай, сіз Шәріптің қарындасы емессіз ба? Жоқ, қақпа қоясың ба? Ұқсайсыз ба просто? Деп қоясың. Балалар болды, қайта бер. Ош, мыналар қақтай. Апай, дискотекаға кетіп қалды акцияға. Өлі, дискотека ма? Апай, сіз де барып билесеңізші. Ой, мен билей алмаймын ғой. Ой, жоқ, сіз жақсы билейді дейді ғой. Қумашық жында. Айырайықшы дейді. Жүрш. Саламатсыңдар ма балалар? Алда не келе жатыр? Жаңа жыл! Атаңның басы. Оботы келе жатыр, нәкәс, дайындалыңдар барлығың. Шәріп мұғалім. Айуандар, кеше пробныйда 37 бал жинаған қайсың? Мен ғой ағай. Молодец, ең көбін сен жинапсың. Алда оботы келе жатыр. Соған шпорды бір жерлеріңе тығып кіріңдер, жарай ма? Қай жерге тығамыз ағай? Бір жеріңе тығасың, нәкәс. Сол сұрақ қылып қоймай, миыңа тығуың керек еді. Вечер деп жүре бердің. Жандар, сендер де мектеп бітіріп кетіп бара жатсыңдар. Біз кетсек сағынасыз ба ағай? Міне сағынам, қуанам мен. Бәйге шаптырам. Ағай, ОБТ-дан құлап қалсақ не істейміз? Қазақ Education дейтін компания бар, соған барасың. Ол не апарамыз оған? Ой, сорлы, нәкәс-ай. Кәдімгі аттестатыңда барасың, міне мектеп бітірдім деп. Сөйтіп олар сені Түркияға оқуға жібереді. Қымбат емес бұл? Ешқандай қымбат емес. Кәдімгі Қазақстанда қанша төлейсің, сол ақша кетеді. Тіпті 100 000 теңгеден басталады. Зато дипломы халықаралық. Ел, жер көріп, марқайып қайтасың. Мына жерде ОБТ тапсыратындарың бар, тапсырмайтындарың бәрі соған барыңдар. Мұратбай, Талғат, тұр. Жет жердегі жетің қанша? 17. Сор, нәкәс. Қандай 17? Жет жердегі жетің жетсай деп қоясың. Шәріп мұғалім. Қандай тәртіпсіз бәле болдыңдар сендер, а? Ана Айжан шашын тартып ойнаған қайсың? Кешіріңіз ағай. Мен кешіргенмен мамасы кешірмейді ана. Тез паригін апарып беріңдер. Алдағы уақытта ОБТ-дан аз бала алып қалдым деп өкініп, жылап жүрмеңдер, я ма? Сендерді алда үлкен болашақ өмір күтіп тұр. Құдай қаласа, Қуантайдың малын бағасыңдар. Осы жылы гулянки жасамайсыңдар. Гулянкілерді көріп жүріп, терезеде бастарын шығарып, ырбыңдап, машинаның астында қаласың. Ағай, біз емес қой. Мен сендерге айтып отырған жоқпын, қыздарға айтып отырмын. Қыздар, хорошо? Так, ана вальс не қылатын болды ғой? 3 бала 10 қыз. Қыздар, 10 сыныптың балаларымен билей саласың. По-любому жетпейді ғой ағай. Кімге жетпейді? Айжанға жетпей тұр ма? Айжанмен мен билей саламын. Билемеймін ағай. Вальс атмен аши. Спорт зал берілмейді. Футбол ойнаймыз өзіміз, балалар болып. Балалар ашыңдар. Аштыр ағай. Күзір не болды? Күзір емес. Әрине, сабақ екен ғой. Шәріп мұғалім. Оқушылар мынау баяғыда Титаник үлкен мұзға барып соғысып, екіге айырылған. Абылайға жоңғарлардың көтін айырған. Ай, не айтып отырсың? Если сендер МТ-дан құласаңдар, мен сендерді... Ағай, әйеліңіз звондап жатыр. Қайсысы? Мен мамамшы. Қайсысы деп бұл. Балам саған 5. 13 жасында Абай елдің билігіне араласып, әкесіне қарсы шыққан. Мен де қарсы шыққам. Сөйтіп 6 айдан кейін больницадан шықтым. ағай, сабақ өтейік те. Қазір, мияқта екі Free Fire'ге арнап клип шығарды да, соны көріп тастайын. Мына Free Fire'да обновление шыққан ғой. Ол жақта Даша деген персонажды тегін алып аласың. Оған қоса екі күшті скин береді. Коса және кроссовка. Просто 9-10 апрельде осы ойынға кір, айтқандардың бәрін тегін аласың. Это будет королевский битва. О, келдіңіз ба? Келдім ғой қарындасым. Не қылды, келді ма? Я, келді. Күйеуің бар ма? Я да. Ой, нәкәс бірден айтпайсың ба? Істемеймін мен. Электрик Шәріп. Қай жерге кеткен екен көке? Қуатшы, інім, жағыласпашы, өзім қазір көремін бұлай. Мынада тоқ жоқ та, мынада тоқ жоқ. Мынада тоқ бар екен да. Атеуіп қаппесе, актеуіп қаппесе. Ағана тоққа түссең, не істеуге болады? Тоққа түскен адамды жерге көму керек. Жер тоқ тартып алады да. Алдымен бір қайным тоққа түсті ғой. Сөйттім де жерге көміп кеттім. О, шеше, ұмытып кеттім ғой мен зойы. Көке анау үйде умный дом болу керек қой кәдімгі. Бүйткен кезде жаңады ғой свет. Болды ғой, істеймін ғой. Қай жерге істеу керек? Осы залға істеу керек. Сосын ана спальняға істеу керек. Бүйтіп жанады. Қой, спальняға істемей-ақ қой ғой. Неге? Жап болады ғой, күйіп кетеді ғой. Балалар ойнайды да жаңа шапалақ. Болды, ана балаға үйретіп қойдым. Ары қарай өзі істей береді. Кішкене. Ой, шеше, өлді ана. Екінші бала бар ма еді? Жоқ. Болды, күрек алып кел ана, тірілді бала жерге салып.
ала сал інім. Зор болма. Зор ғой. Інім, ішін көрші анаң, саусақ кетіп қалды. Шеф-повар Шәріп. Көке қамыр таппай жатсыз ба? Жоқ. Енді? Бір шишам бар еді мен, жоқ. Ана нәкәс дәурен алып кетті соң. Кеше хизалаңдап жүргеннен қорқанам, сол. Жабысып қалды ана каталогқа. Қамыр жоқ, а? Пицца отказ деші. İstemiyor koş. Пицца дайын болма. Dayım yok, na arılar. Kaldır gaz. Boldu, apara ver. Pizza düştü, pizza bar devaydı. Шеф-повар сен бана жүрде? Ya? Сен ба суши чеккен, пиццаның бәрін айтқан сен ба? Сен ба немен саған бері қараса я? Берген деймін, сен ба дайындаған бәрін? Ya. Дәм, базар жоқ, ұнады. Bazar çok, rahmet bir türlü aydadı gezin ha? Il attend devant cette photo dans ton rire. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit. Bir kalpsizlerden kartını tavuk alı görgüç. Таксист Мура. Қиш көке, қиші. Немдігем, жоқ Ей, тұрға міне, тұр. Картасымен ғой, неғысы жүрек болды. Үйдегілер іздеп атқан шығар сендер. Bir adam табыңдар, созаққа жете алмай Ей, қойыпты. Bir adam. Не қылды көке, баллон кетті ма? Жолдың бәрі жамау. Көмектессе шешең. Кешірін. Көке болып жүреміз ба, келдің ғой? Қақта келетсің сен? Қызымен жолып қоятқан ғой қызым. Жастар пысықсыңдар я. Біз осы қыздың қолын ұстап көрмедік қой біз. Ой, денесінің бүкіл жерін ұстадық та бірақ. Қыздың қолында кайып болмайды ғой, нәкәсал. Не ғой? Бензин құйып алайын деп едім, ақша бере саластыр ма, не қыластыр? Ағай барғанда берсем бола ма? Қарындасым әйтеуір сен берсең болды. Не бересің, ақша ма? Болды, қойбыш. Майда пашақ ташақтар қалай жағдайлар ма? Ал мына. Ауылдан келген сарықтар ма? Жоқ ай, нәкәс, ауылдан қуып жіберді ғой мен. Ауылдан қалаға келген бір атаның. Сонда мынау евро ремонттарың осы ғой енді, жетісіп қапсыңдар. Мынаны көттің жалауындай қалдырып қойыңдар енді бұны. Раствор дайындаңдар, мынаны жауып жіберейік. Абойларың бар ма? Мына брачка ашулансам, арқам қозатыны бар мен. Ішпесем, құлқыным қозатыны бар. Үйленбесем, қозатын жерде қамады. Денсаулық қамады ғой, құртылды ғой бәрі. Мына ауылда трактор ұрлығы болды. Ауыл қырғын айқай шуы болып отыр қазір. Сіз өзіңіз немен келдіңіз қалаға? Трактормен. Енді мен жаңа бір шиша таусылып қалды да. Таусылса іш қойғасыз ғой енді. Соны біреу алып келсе де жаңа қара пакетпен бір. Ой, өзіңізде апталдай азаматтар тұрғанда не тайыры? Әдебиетке жатып алыпсың сен де, Енді әдебиет аузын ауызға тараған киелі өнер ғой. аузыңнан сол әдебиетпен орайын ба, или алып келесің ба? Сонда киімдердің бәрін осы жерге жайып қойсыңдар да, я? Не? Мынау менікі ғой. Бұны қашан жуып қойдыңдар, я? Бұны ұят болып қалды ғой, бұны кім жуып? I wanna ride it. I wanna ride. 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 Шәріп официант. Первый қандай бар? Первыйға второй бар. Второйға третий бар, третийға четыре бар. 10-ға дейін кете береді ғой. Сүртіп ала салайын бірден. Столды ма? Жоқ, нәкәс. Мына үстіңді шашпай төкпей жемес ма? Ей, қой шей. Сүрт мына аузың. Сіңгір! Сіңгір! Үнді! Ей, қиратасың ананы. Бұны істегесің бе өз сен? Басеке, мен деген. Не істедің ана? Үш бакау, қанша тұрады ол үш бакау? 17 мың. Кесе құятын бір сұрып деді. Мына ал, Ей, мына жартысы қайда? жаңа жолда келе атып, ауыз ашатын уақыт кіріп қойды да. Ауыз ашарға асығу керек қой. Балаларың шақыр, келсін осы жерге. Моника бисуши. Моника десең бәрі келеді. Қыз да ойлап қалды. Мен де солай жұмысқа кіріп кеткен ғой. Мен де сол деп келдім ғой. Пошел.